Ассаламу алейкум, урметлі серджілер. Бу UA TV студияда Украина хаберлері бүгін сентябрінің 15-ші жұма күні. Америка Қошма Штатларының Девлет департаменті Қырым Ишгалжи Махкемесінің Межлис рейсінің муавені Ахтем Чигозға чықарған үкмені такбих етті. Департамент сайтында язылғаны кебі олар сентябрь 10-да Чигозға берілген 8 еллық апеш жазасы ақындаки үкімден қасевет чеке. Айны сырада ярымаданын ишгалінден эвел олып кечкен наразылықларға олған алақасы бойынша қабатларының темелсіз олғаны қайд етілі. Девлет департаментінде дейлер ки, Бурусияның Қырымны запт этмек интылуына қаршы чыққан Межлис ве оның реберлеріне қаршы саяси мақсат еле етілген юридик әрекетлерінің ұзын жедвеленден сон кесідір. Бақчысарайда Қырым бірдемлігі тәшкілатларының фаалері Зарема Умерованың пара жазасыны бұ афта одеді. Ишгалжи акимиет она Украина тарафыны тұтып Фейсбукта язғанлары үшін $5000 мегдарында пара жазасыны берді. Иш бұ параны фаалер она рублей еле кетірді. Жеми 135 килоны тәшкіл етті. Фаалерінің айтқаны кебі бір күмош бір инсанны темсіл еті. Бөлелікнен қырымдетарлар ишгалжилерінің әрекетлері бір инсанның дегілді бұтын халқының меселесі олғаныны көстерді. Ақчаны топламақ үшін июнде Қырым марафоныны илян еттілер. Акцияның мақсады ләқайт қалымағанларының бірлігіні көстермек үшін параны 10 рублей жимақтыр. Махкеме хадимлері параны өз башында сайып отырды. Меня ограничили во всем. Меселе шундаки, мені әр шейде сынырладылар. Яни жыза 300 бин. Менісе devlet хызметчісі олам. Айлық варахасындан алып оламайым. Айда 10 бин насыл яшайым. Жыза есе 300 бин. Әр ай 25 бин төлемек керегім. Келерім 20 бинден чок олмаған ағықында малюмат кағатыны бердім. Яни мені бұнда да сынырладылар. Халқа мұражет еттім, халқым ярдым еттім. Шукунлері сыр алынған Қырым татарам Ринат Параламов ақмежетті махкеметті битешкіровден кечті. Бұны бақувдан сон оның әдлиежесі білдірді. Айтқаны кебі вақайының озыны анлатмақ үшін баяғы вақыт керек олды. Бұндан сонра екім оны устун бақты ве протоколда хастанын шикетлері ве яралары ақында язды. Параламовны Туневын ақмежет автостанциясында таптылар, алы пек ярамайды. Бұндан эвел тақдері ақында бір күн içinde кемсе бір шей білмейді. Тершінбе күні сабасы сейтлер қасабасында яшаған Ринат Параламовның евіне ешғалжелерінің мақсус қызметлерінің хадимлері тынтуф еле келді. Маскаларына ве ФСБ келгелерінің бақып келген әділер. Тынтуфден сон апайының ноутбукі ве қайнанасының мұсылман кермені дуа китабыны тұтып алдылар. Параламовның озы есе белгесіз йөнелешке алып кеттілер. Президент Петро Порошенко февкуляды вазиетлер бойынша девлет хызметінің малиеви теменлевінің да 1 миллиард гривнаға артырыла жағы ақында білдірді. Бұны оки филиетінде құртарыжы күніне бағышланылған чықышына вақтында айтты. Жалы яйны 112 Украина каналы алып барды. Назарының теклифі ве баш назарының там дестігі еле девлет хызметінің малиеви теменлевіні артырмақ қарары алынды. Еш бұл сынырлы шарайтлерді ақылға сығмаған мегдарны Қошма да миллиард гривнаны айырмаға қарар бердік, деді президент. Мелі олғаны ке бұл ось ихтисаси байрамыны құртарыжылар әр ел сентябрінің 17-сінде қайдеті. Донбасста атышылар сайысы арта, бұ афта кечкен афта еле қиясласақ, атышылар сайысы 30%-ға артты. Бұны Украинада ОБСЕ мақсус незарет әйеті рейсінің бірінші мовені Александр Хук білдірді. Хатырлатқаны кебі мектеп барашығының бірінші афтасы девамында сүлхіні онларже бозған еділер. Әр күн, шымды күнде 100-ден зияде ола. Омен есе августның 25-ден итибарен атеш тоқтатуф режимі 4000 кереден зияде бозылды. Бұл есе вазиетінің невбетті кесефер кергенлешмесіні көстере. Дей ОБСЕ миссиясының тепсілжесі.
Авропа бірлігінің адлие ве ич ишлер бойынша шурасы бүгін Украинаның топрақ бүтінлігі мұстақылығыны бозған шахыс ве тәшкілиятларға қаршы жазаларының uzatırılması ақында қарарыны чықарajak. Бұны дипломатик мен баларға esaslanып Интерфакс білдіре. Эвел сыныравларыны да ярым елға артырмаға Авропа бірлігі мемлекетлерінің деймил темсилчилерінің комитеті тәклиф еткен еді. Сонки сефер март айында uzatırılған еділер. O vaqt жетвелге 150 insan ve 37 teşkilat kireydi. Qaydete ki şahsi sanksiyalarga Avropa Birliğinde fizik ve yuridik şahıslarının hesaplarının kapatırılması ve Avropa Birliği memleketlerine ziyaret yasağı kire. Birinci kere bu sınırlav kararları da 2014 senesi Mart ayında kirsetilgen edi. Ukrayna Avropa Birliği'nin işbirliğini kenleştirecek. Bunu Ukrayna ve çetel biznesi temsilcileri ile kuruşuvu vaxtında Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko bildirdi. Devlet başı münasebetlerinin daha da qavi olmasını tasdiqlagan sonki misallerden Avropa Parlamenti tarafından Ukrayna ve Avropa Birliği memleketleri arasında roaminginin lahu etilmesine kol tutulmasını kaydı etti. Bu teşebbüs kuzde Brüksel'de geçecek Şarkı Ortaklık Sammitine hazırlanılgan vesikalar leyhasına endi kirsetilgen. Bu ve diğer adımlarını Ukrayna Avropa Birliği ve NATO azalığı için yaptı ve ileride de yapacak olan dey Poroshenko. Kiev'nin Dinamo takımı Avropa Ligası'nda yarışqa başladı. Birinci turnirde NSK Olimpiyski meydanında Kievlilerge Skenderbey Arnaut takımı rakiplikni teşkil etti. Birinci taymni Aleksandr Hatskevich'nin şagitleri pek güzel şekilde geçirmedi. İyi fırsatlarının olğanına bakmadan Dinamo oyuncuları bir golunu kaçırdı. Ama teneffüs vaxtında idmancılar bazı denişovlarını kirsetti ve Dinamo uyanıp oldu. Birinci golunu Sidarchuk, sonra ise Gonzalez flankdan rakiplerinin kapasını urdu. Maç noktasını penaltiden Bokkane koydu ev galibesi 3-1. Avropa Ligası'nda Dinamo'nun nevbetteki oyunu sentyabrinin 28'inde Belgrad'da Partizan'a karşı olacak. Krapivnitski şehri merkezinde Leclerc ve Kermeni ile uçde resmi peyda oldu. Yerli ressamlar böylelikle şehir tuğrasını tasvirledi. Leyha şehir inkişafı boyunca leyhalar yarışının galiplerinden biri. Resim şehir kunu arifesinde peyda oldu. Onun üzerinde bir hafta devamında çalıştılar. Rezinalı negizı olğan mahsus fasad boyasını kullandılar. Birkaç katı yapıldı resimnin ölçüsü 3-11 metrni teşkil etti. Onda çatlagan toprak ve eren Yelizaveta Kermen'in üzerinden uçkan leylikler tasvirlengen. Aynı şu Kermen'den 250 yıl evvelsi şehirnin tarihi başlangan edi. Tanışlarımız hol tuttu ve şehrimizin iyileştirilmesi ve onun ziyaret varakasının peyda olması için bu bizim sonki lehimiz olmağına işanalar. Ve aynı bu yer reylerinin en büyük kısmını kazandı. Şimdi baksak uçda olğanını görmeyim. Yalnız güzel bir resim. Foto telefonga video çıkarmağa başlaganda uçda resmi bir güzel görünüyor. Hususan yanında tursan, sanki uçurum üzerinde turganını hissedesin. Çatlagan asfalt pek güzel. Hürmetli seyirciler, bu dakikada biz sizlerden sağlıklaşamız. Daha çok haberlerini sizler Ukrinform saytında okuyabilirsiniz. UATV ile olunuz, sağlıklı kalınız, görüşkence.